жазамыз, иә. Сабақтың тақырыбы у дыбысының дауысты және дауыссыз болып айтылуы. Сабақтың мақсаты сөздегі у дыбысының дауысты немесе дауыссыз екенін анықтау. 5-ші қоңырау, 13-ші бет, мәтінді түсініп оқу. Дала гүлдері, ертегі. Далада өсіп тұрған бәйшешек пен бақбақ бір-бірімен таласып қалды. Ең әдемі гүл менмін. Ең бірінші өсіп шығып, көктем келгенін хабарлап, елді қуантамын, деді бәйшешек. Жоқ, ел мені жақсы көреді, өйткені менің екі бас киімім бар. Біріншісі гүлдей жайқалған сары гүл. Екіншісі үлпілдеген үкі бөрік, деді бақ-бақ қарсыласып. Екеуінің сөзін тыңдап тұрған қарт кісі: таласпаңдар, сендердің екеуің де әдемісіңдер, иістерің де керемет. Екеуің қатар тұрғанда даланы жайнатып, иістерің адамдарға қуаныш сыйлайды, деді. Содан бері бәйшешек пен бақбақ таласпайтын болыпты. Балалар, тапсырма. Мәтіннен у дыбысы бар сөздерді тауып алып, сол сөздерді ғана көшіріп жазыңдар. Сөйтіп, сол сөздегі у дыбысы дауысты ма, дауыссыз ба, соны анықтап айтыңдар, дәлелдеңдер. 20-шы жаттығу. Балалар, өлеңді көшіріп жаз. У дыбысы бар сөздердің астын сызыңдар. Удың дауысты немесе дауыссыз екенін дәлелдеңдер. Балалар, мына суреттегі гүлдер мен аттас қыздардың есімін табыңдар. Балалар, сөздерді буынға бөліп оқыңдар. У дыбысының дауысты немесе дауыссыз екенін дәлелдеңдер.